Ассалаумалейкум, құрметті қазақстандықтар, қазақ елі. Бүгін 31 мамыр 2021 жылы құрылып атқан Алаш саяси партиясы қуғын сүргін құрбандары, репрессия құрбандарын еске алып, солардың басына тағзым етуге гүл шоқтарын апарады. Біз қазақ халқы, Қазақстан халқы әрқашанда тарихымызды ұмытпауымыз керекпіз. Тарихтан үлгі ала отырып, халықтың мүддесі үшін адал еңбек етуіміз керекпіз. Ешқашан Қазақстан халқына, қазақ еліне бұндай ашаршылық сияқты қиын замандар тумауы керек. Біз сол үшін бір жұдырығымызды бір күшке жиып, әрқашанда әрбір қазақ жалғызым деген ұранмен еңбек етуіміз керекпіз. Сондықтан да осы сөзімді мына өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Ашаршылық, ащы сенің айғағың, аян болған аянышты айбарың, арыз айтып кетті келері ұрпаққа, ауыр жылда қаза тапқан қаймағың, қара ниет, қай кезде де қан ұстар, қайғымыңды жігеріңді жаныштар, қадіріңді халқың бүгін айтады, қапияда қаза тапқан арыстар.